Тез кез каналға подписация басқыш үшін басыңыздар. Қоңырауын бас қойсаңыздар, біздің кеңейге шыққан видеоларды біріншілерден болып көре аласыздар. Күніңіздермен. Бүгін аптаның жекшембі күні 2021 жыл. Біз Оштоғы Жапалауын абазана тұрабыз. Кезектілей стептер сіздерге татылайбыз. Чекеден арзаны қымбатына чекеден баштайлық. Бұл степ бірден баштайық. Титановый степ деген. Дөңгелектер жақсы болды. 2008 алған 2 объем деген 9 расход 553 менен 3399 12 телефон номеріне çalasыздар. Эрихадин степ бер. Бас қанша екен екен? Бас 380 мың сом дейді. Дөңгелектер жақсы болды екен. 380 мың сом ушул степ. 380 мың сом. Бұл жерде дағы бір RF1 тұрады. Басы 490 мың сом дейді. Титан сигасында екен. 2000 жылы шығарылған 2 объем деген 8 расход 73 мен 11 12 91-ге çalасыздар. Шекелерінде юбкаларында жасап қойып тұр. Жақсы қылып қойып. Көріңіздер. RF1. Дағы бір RF степ. RF1. Титан дискасында екен, юбкасы екен, рагаларда бар екен. 2000 жылы шығарылған екен, 2 объемда екен, 76 менен 73 44 77 телефон номеріне çalсаңыздар болады. Титан дискасында екен. Басы қанша екен? 450 мың сом. 450 мың сом дейді. Көріңіздер бе? Степ навалы шындығында жақсы алды екен. 450 мың сомға. Татып тұрған степ. Дағы степ күміш түсті. 2000 жылы шығарылған 79 мен 86 83 93 телефон номеріне çalасыздар. Басын сұрайыз. Басы қанша қалды әкелер? Басы 380 мың. 380 мың сом дейді. Көріңіздер 380 мың сом дейді. Дағы бір степ бір. Ака, басы қанша екен стептің? Басы қанша екен? 430 мың. Жақсы да өзіңіз? Жақсы ма? О, да білмін да. RF степ бір. Көріңіздер 2000 жылы шығарылған 2 объемда екен, 9 расход. Привозной мотор, 90 мың пробег екен, 5. Жаңа басылдыр, 505 мен 82 82 04. Çalасыздар. Мотор ходовой жақсы да бардығы. Бары жақсы. Такси болған емес дейді. Көріңіздер. Шындығында таза істеп екен.